Осы ниет туралы дінімізде қатты айтылады, көп айтылады. Ниет дұрыс болса, бәрі дұрыс болады. Ниет түзу болу керек. Адам екі жүзді болмау керек, рия жасамау керек. Енді осы ниетке байланысты бір қырынан тағы да бір уағыз шариғатта айтқым келеді. Ол кезде мысалы ғибадат, құлшылық істеген кезде адам Алла үшін істейді, сауап үшін жасайды. Сонда кей кезде кейбіреулер адамдар оларды мақтасын, адамдар оларды құрмет етсін, немесе адамдар бұларға дүниесінен бір нәрсе үлес берсін, сондай дәмеленіп дүниеден мыналар атақ үшін бұларға дүниеден бір нәрсе береді деп. Ондай адам көбінесе рияға ұшырайды. Ниеті дұрыс болмай кетеді. Рия ол адамдар үшін істейді. Адамдарға ұнайтын нәрсені істейді. Олар ұнамайтын нәрсені істемейді. Рияға ұшырайды. Бөлек енді үлкен, оны білесіздер, рия не нәрсе екен. Яғни амалы, құлшылығы дұрыс болмайды, тұрақты болмайды. Кей кезде адамдар мұқтаж болады, мәжбүр болады. Біреудің дүниесін алып тұрады, сыйлық болсын, садақа болсын, басқа бір көмек болсын. Алған кезде, бірақ ол адам, құлшылық істейтін адам Алладан сұрайды. Ол адамдардан сұрап жатқан жоқ. Оның тілегі бәрі сол сүйеніш Алла тағала. Алла береді ризық. Ризық беруші Алла тағала ғой. Сол ризықты Алладан сұрайды. Себебі өзінде не жоқ, мүмкіндік жоқ, ешқандай себептер жоқ. Сол ризықты бір табуға себеп болмай қалды. Әртүрлі себептері жоқ. Ризық іздейтін, мысалы, кәсіп дейді ғой, әртүрлі себептері жоқ болды. Ондай адам несі ықыласпен жасаған құлшылығы ешқандай жаңағыдай рияға ұшырамайды. Өйткені ол адамдар көрсін деп жасалған жоқ, ол енді Алла үшін істейді. Осыған дәлелі қандай? Осындай ниеттің несі таза болатын екен, оған Алла тағала Құран кәрімде бір сөзінде айтады: «Уамур ахлака бис-салати вастабир алейха ла насалука ризқан нахну нарзуқук». Алла тағала айтады, Алланың елшісіне саллаллаху алейхи вассалам, үй ішіне әмір ет намаз оқуды, және өзің намазға берік бол, мықты бол намаз қылған кезде. Сенен ризықты сұрамаймыз, ризықты біз береміз. Яғни Алла тағала намазын оқы, құлшылығын істе, ризық саған беремін. Уайымдама, ризықты берем, құлшылық істесен. Және хадисте де осыған дәлел бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үй іші бір таршылыққа ұшыраған кезде, ризығы азайған кезде, сол кезде үй ішіне айтады екен: намаз оқыңдар, көп намаз оқыңдар. Бұл жерде де сол мағынасы, намаз көп оқыса, құлшылық істесе, Алла тағала береді деген ризықты. Ол да бір себеп деген. Себептер әртүрлі болады. Болды да құлшылықты істеген адам, оған да Алла тағала ризық береді. Кейбір адамдар енді осы ниетке байланысты мынаны түсінікті болды жаңа. Бұл жерде адам ниеті дүзу болатын екен. Кейбір адамдар бұл құлшылық істеген кезде бұлар ниеті мынандай болып кетуі мүмкін. Осы құлшылық арқылы мен үлкен бір осы дәрежеге жетейін, бір деңгейге жетейін, мұсылмандар ішінде ең бір дәрежеге жетейін, үлкен бір дәрежеге. Сол мысал ретінде оған енді негізі ондай рұқсат екен дінде, оған түскен дінімізде оған бар дәлел бар дейді, рұқсат етілетін. Алла тағала Құран кәрімде айтады: «Уажална лил муттақина имама» деген аят бар. Сол кезде көп адамдар соны дұға, бата жасаған кезде қолданады осы дұғаны. Я Алла, мені тақуалар үшін не жаса, бізді не жаса, мені имам істе. Имам дегенде бұл намаздағы имам емес, ол алды деген. Мен мықты, ең үлкен тақуа болайын, тақуалар үшін ең мықты болайын деп, алда жүрейін, солардың озат болайын, тақуалардың. Сондай тілек жасау деген, ниет қылу деген ол болады деген сөз. Аят бойынша деген, мен тақуалар ішінде ең мықты тақуа нәсіп ет Алла тағала маған. Сондай аят бойынша. Сондай не істеуге. Және оған хадисте де бар, хадисте де айтылған, ондай болатын екен осындай не істеуге. Оны хадисте Хазірет Омар радиаллаху анху бір күні Абдулла баласына айтады екен. Айтқан кезде, неге сен айтпадың? Сөйлеу керек еді ол кезде. Сен сөйлегенде, сол кезде мәжілісте сөйлеген кезде мен қатты қуанушы едім. Мен үшін бүкіл нәрседен артық болушы едім, дүниедегі бар нәрседен бәріне. Сонда не болған екен? Ол мәжілісте отырған кезде үлкен сахабалар болды бәрі.
пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұрақ береді: мумин адамға ұқсайтын бір ағаш бар, айтыңдаршы, кім біледі екен, қай ағаш мумин адамға ұқсайды екен, муминге? Сонда сахабалар бәрі білмейді, көбісі үндемеді, жауап бермеді. Абдулла ибн Омар соның жауабын біледі екен, бірақ ұялады, үндемейді. Үлкен алдындарында мен қазір ақылды болып ұялады, ұялғаннан айтпайды екен. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: ол құрма ағаш, пальма деп айтады. Соны Омар радиаллаху жаңа, сен солар сахабалар ішінде ең білімді екен болған, сол жерде көрсеткен, білген, ол мен үшін өте қуаныш болушы еді деп айтады екен. Сонда болды, как хадис, осындай ниет болса, ол жаман емес деген сияқты. Бірақ та бұндай ниетті да не болады екен, кішкене таза болмай кетуі мүмкін. Оны кейбір сол үшін айтады. Өйткені Құранда бір аятта айтады, кейбір адамдар бар сондай сондай әріппен құлшылық істейді. Әріппен деген мағынасы бір оған жақсылық болса, ойдағыдай бәрі болса, мәз болады. Бір нәрсе қиыншылық келсе, сынақ келсе, болды, бәрін құрып кеткендей, бәрін жаңағыда құр қалғандай болып қалады екен. Сонда бұл аят бойынша сондай адамдар жаңағы нәрсе жетем дейді, жаңағы дәрежеге жетем дейді, соны жетсе, болды, жеттім деп құлшылықты азайтып жібереді. Жаңа әсеріп қалады. Құлшылық азайды. Бұл жеттім ол мақсатқа, ең мықты болдым деп. Немесе егер жетпесе, тастау мүмкін. Пайдасы жоқ екен, нәтиже жоқ екен, ол істеген ғибадаттан ешқандай, ондай жетпеді ғой, ешқандай результат, нәтиже. Ол адам тастау мүмкін. Осындай бір оқиға болды, енді соңында осы насихатқа байланысты ол бір жағдай болған. Бір адам пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисін естіп айтады екен, амал жасаған екен. Ол хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен, кім 40 күн бойы таң атпай, таң намазынан бастап, таңнан бастап ықыласпен істесе құлшылықты, ниетін дүзі болып ықыласпен істесе, Алла тағала оны хикмет жүрегіне кіргізеді. Және сосын тілімен сөйлегенде кезде хикмет, даналық болады, даналықпен сөйлейді. Яғни дана болып кетеді адам. Сол адам соны істейді екен 40 күн бойы, бірақ нәсіп болмайды екен. Сол дана болып кетпейді екен. Сосын бір ғалымдар естігенде, осында бір адам сол істеген екен, ол ғалым айтты, енді ол адам ниеті өзі түбінде дұрыс болмады. Ол хикмет үшін құлшылық істеген. Алла үшін емес, ана бір дәрежеге жетем деп ниеткен. Сонда көріңіз, әрбір ниетке де осы насихаттың уағызым, ниетті де біз байқау керекпіз. Әртүрлі жағдай болады. Бір жерде былай адамды былай жаман ойлап қалуы мүмкін адам, бір жерде былай адамды бір ойлайды, былай дұрыс істеп жатырмын деп, бір нәрсені артық жасаймын деп тыртық жасауы мүмкін.